Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз біздің Түркістан облысындағы әрбір турнирдің басшысы болып жатқан және де сол Түркістан аренасының басшысы Асхат ағамыздың фиде арбитр статусын алғаны, соған байланысты турнир ұйымдастырып жатыр. Турнир өте қызық болып жатыр бұл жерде. Әрине Асхат ағамыз бұл жерде спонсор ретінде бірінші алғашқы бастапқы жарна 20 мың тігіп ойнап 20 мың тікті. Содан кейін ары қарай қалғандары әркім өзінің шамасы жеткенше ақша тастап, бұл жерде жабық турнир. Турнирге 20 адам қатысып жатыр. Мына жерде қазірше тіркеліп қосылғандар 15. Біртіндеп қосылып жатыр. Енді қазір көрейік. Бүгін біз ойынды барынша талқылауға тырысайық. Бірінші партия. Онда бізде қазір мен танитындарым бар, танымайтындарым бар. Мынау Тастанбек Албай деген кандидат мастер спорта. Ойындарды қазір іріктеп өзі шығады. Кім кіммен ойнап жатқандары. Мына жерде партиялар кімдер ойнап жатқандарын көрсек болады. Мысалға, Алибек шахмат мектебі Шымкенттегі Қосжанов Берік деген ағайымыз бар. Сол кісі ойнап жатыр екен. Есбол Енгер ма? Енгер 2023. Есбол деген ағамыз ғой деймін мен. Дұрыс танымадым енді. Әлі жайлап таныса берерміз. Сосын екінші ойында Нартай ағамыз бен Тілек ағамыз ойнап жатыр екен. Нұрғали деген бұл кісі ағай. Нұрғали деген ағай мен Берген деген жалпы Стейн деп өзінің атауында Стейн мынау чемпиондар қояды ғой, мысалға Магнус Карлсеннің личестегі аккаунтына соған ұқсатып қойған екен. Біздің осыны жетісайлық жігіт, студент болу керек, по-моему. Өте жақсы ойнайды турнирларда. Нұрғали деген ағаймен ойнап жатыр. Нұрғали ағай, шатаспасам, негізінде Кентаудікі. Бұл кісімен бір партияда ойнағанбыз. Ойында тең түскенбіз. Рапид болу керек, по-моему. Бақытжан ағайменен ИТМ дейді. ATM. Бұл енді аккаунттардың аттары мен аты кім екенін білмеймін. Енді Болат ағайымыз ойнап жатыр екен. Әбеке деген бұл Шардара ауданының чемпионы, ардагерлер арасында әрқашан жүлделі орындарға ілініп жүрген. Аманжол деген атамыз бар, көкеміз бар. Сол кісі ойнап жатыр. Жасы 63-ке толды, жақында өткенде туған күніне орай турнир ұйымдастырды. Мұнда Бауыржан деген ағамыз бен Асылхан деген негізі аккаунт Асылхан деп айтылады, бірақ Исмаил деген ағамыз ол меж клубтардың тағы Жамбыл облысы тағы бірнеше клубтардың админи. Енді мына жерде Сайфуддин деген танымайды екенмін. Сайфуддин мен Сүлейменов Олжас ойнап жатыр екен. Партияларды біз мұнда қызықты партияларды қазір бірінші ойын үшін Нартай ағамыз уже ұтып қойыпты. Так, Байкенже дейді, Қанат көкеміз ғой деймін жерде. Сол кісі уже бірінші партия ұтыпты. Абылай уже ничья беріпті. Абылай кіммен ойнаған екен бұл жерде партияда? Абылай кіммен ойнаған екен? Абылай кіммен ойнаған мұнда көру керек. Қазір көрейік. Абылай кіммен ойнапты? Мұнда Берік ағамызбен Есбол дейді. Так, бүйтейік, құрметті оқырмандар. Мына жерге біз доскаға анализ жасауға мұнда талқылап қояйық. Әрине мына жерде қазір фаворит болып отқан адамдардың біреуін, фаворит болып топта жарып отырған кісілердің біреуін біз талқылап көрейік мына жақтан партияларды. Мұнда қазір біз мынаны үлкейтуге тырысып, мына Берік ағамыз ғой ойнап жатқан бұл жерде. Берік ағамыздың партиясы негізі өте жақсы ойнайтын партия. Цицилянский ойын ойнаған екен. Ақтармен E4-ті бастаған, наверное. И партияны біз үлкейтеміз бе, қалай қыламыз? Үлкейтейікші партияны. Қызық болсын. Мұнда Берік ағамыз E4 ойнаған. С5, Цицилянканың основной негізгі теориясы
бұл жерде екі жақты флангпен ойнап жатыр. Мына корольді қысқа жағы короткий рокировка жасамаған, потому что берік ағамыз длинный рокировкаға қашқанда и пешный атака, пешкамен мына бұзу алаңына шығып жатыр. Мына жерде қарап отырсақ, бір пешканы жетіп жасады. О, керемет, керемет. Мына пешканы жеген жоқ сразу. И екінші пешканы бұзып отыр. Бұл жердегі идея корольді центрда ұстап, максимальный өте мықты атака жасау идеясын ұстанып отыр. Енді бұл жерде берік ағамыздың уақыты көп. Егер ұтылып жатқанның өзінде уақытпен ұтып кетуге болады. Бұл жерде 3+2 блиц. Блицтің 3 түрі бар негізінде. 3+0 бар, 3+2 бар. А бізде 5 бар айтпақшы. 5+0 бар, 5+3 болу керек, иә? Шатаспасам. Енді мына позицияда мен компьютеріне анализ қоса алмаймын. Ну, көрейік. Ну, король уже без рокировка алдыға шықты. Қараларда екі слон, ақтарда екі конь. Енді әрине мына жерде позиция открытый емес, сондықтан кондар мықты ойнауы мүмкін. Қараларға қауіп жоқ, пока что король. Енді профилактический ходтар корольді мұнда жүріп қойған, уже дайын тұр. Ладьяны корольге рентген жасады, но бірақ есбол ағамыз да мұнда жақсы ойнап жатыр. Уже берік ағамыз уже цейтнотқа кетті. Берік ағамыз уже пешка ертіп жасаймын деп мұнда уақыт азайып қалды уже. Көп не енді негізгі шабуылды уже тойтарыс беріп қойды да. Ферзь мұнда қойды, уже тез ойлану керек, а то уже уақыт таратылып қалуы мүмкін. Енді әрине берік ағамыз опытный, қаншама жарыстарда ойнап жүр, мен білемін. Павлодарға барып қайтты өткенде, Қарағандыға барып қайтты. Ертең қалалық нелерде ойнайды. Шымкент қаласының ерлер арасында, ересектер арасында ойнамақшы. Неде уже цейтнот 5 секунд. Үлгерді. Уақыт тез үлгеру керек. 6 секунд, 5 секунд. Размен. Размен жасамайды. Дұрыс, өте керемет. Размен жасаған не выгодно, потому что пешка мұнда пешный шторм дейді ма, не дейді мынау? Пешкалар өте мықты байланысқа шығып кетеді, сонда уже пешка опасный пешка пайда болады. Дұрыс, өте жақсы ход, өйткені потому что мына пешка алдыға жүрмеу үшін. А бірақ мынандай ходтар бар ғой. Не істейді екен, мұнда шах қойды, тез корольге ішке кіргісі келіп жатыр. Ладьяны қашты, разменнен қашу керек, потому что мұнда мат алады. Ладья жесе ладья, и ферзбен келеді да мат болады. Өте опасный. Слонды активный жасады. 2 секунд. Өте қиын позиция, өте қиын позиция. Размен кетті. Уже неше пешка өте көп. Берік ағамыз бұл партия ұтылды ойдым енді. Мұнда центрда мына проходной пешка өте қиын енді. Ну, әрине цейтнотта ошибка жіберуі мүмкін. Мына пешка бесплатный болды, жемеді. Пешка кетті, и мұнда қазір ферзь мұнда келеді. Шах и жеді. Берік ағамыз әрине ол белгілі стиль, яғни цейтнотта әрине шығып кетеді, өте жылдам ойнайды. Берік ағамыздың осындай ойындарына өте тәнті боламын, негізі өте қызық. Партияны көріп отырмыз мұнда. Последний мына пешканы ферзьге шығайын деп жатыр. Контр ойнайын деп жатыр берік аға. Пешкаға атака жасады. Ферзьге ферзь размен жасауға болмайды. Размен жасайтын болса, уже проходной пешка бар, қараларға выигранный болып кетеді. Цейтнот енді есбол ағамыз. Өте қызық. Мына партия өте қызық болып жатыр. Эншпиль. Ферзь бен ладья. Король іште. Әрине шах беріп уақытпен ұтып кетуге болады. Әбден опытный екен, өзі көрсетіп отыр. Берік аға осы жерде ферзьді размен қойса, мына пешканы бесплатно ұтады. Уақыт танытылды. Әрине осындай момент кездерінде тез осылай уақытқа ойнаса, қарсылас ошибка жібереді. Бірінші партия кетті, екінші партияны көрейік. Мұнда Нартай ағамыз бен Сайфуддин кетті. Екінші партияда уже 8 пар ойынды бастап кетті. Нартай ағамыз көрейік. Негізі ойынға жүлде тігілген 20 адам болды. Бір кісі ойынға просто так ақша тікті да ойнаған жоқ. Мен ойнай алмаймын деді, бірақ Асхат деген біздің ағамыз сол кісінің құрметіне деп атағаны бар. Жақия деген ағамыздың, көкеміз ба, кім ба өзі. Мен енді әрине бұл Түркістан аренасындағы біршама кісілерді жақсы тани бермеймін. Енді ақырын танып жатырмыз, әлі жақсы танысып, жақсы араласып кетеміз.
мұнда барынша танығанымша көріп жатырмыз. Нартай ағамыздың партиясын көреміз. Нартай ағамыздың партиялары өте керемет партиялар ғой. Енді әрине мына жерде тағы да қандай партиялар бар? Бергеніс дейін мен Қанат көкеміз. Қанат көкеміздің партиясы жақсы. Әбеке мен мына Әбеке мен Берік ағай, бұл кісі екеуі өте фавориттердің қатарында. Бейбарыс ойынға қосылыпты. Мұнда Бейбарыс, бұл Алматыда студенттер арасында Бейбарыс пен Абылайдың ойын партиясын көрейікші. Өйткені бұл екеуі де негізгі осы ойындағы басты фавориттердің бірі ғой. Бейбарыс дегеніміз ә, шардараның чемпионы, Түркістан облысының мектеп кезінде чемпионы болған бір уақыттарда. Облыстың бір чемпионатында бірінші орын алған кездері болды қаншама. Қазір ә, қазақ британ техникалық университетінде Алматыда оқып жатыр. Өте жақсы ойыншы. Бейбарыс лондонский система ойнайды. Әрқашан лондонский ойнайды. Мұнда уже ойындан уже партиядан ақ көрініп тұр. Абылай оған әбден машықтанған, дайындалған. Бұл партияда пешкамен пешка кетті. И мұнда слондарды активный жасап жатыр. Размен Бейбарыстың мына слоны мұнда нападение жасап жатыр. Но по идее бұл жерде екі жақта бірдей теория мен стандартный ойнап жатыр. Екеуі де кандидат мастер спорта. Бір-бірін қаншама уақыттан бері біледі, аңдысқан ойыншылар. Әрине Абылай Түркістанда ойнап жатыр, Бейбарыс Алматыда ойнап жатыр. Енді оффлайн турнирлерде Түркістан облысының чемпионаттарында Шардараның атынан шығады, анау Абылай Түркістанның атынан шығады. Ойын партияларда сол кездерде кездеспесе, былайша екеуі екі жақта ойнап жатыр. Енді осында онлайн турнирде ойнайды. Әрине бұл жерде ағаларымыздың, мына бір көкелеріміздің спонсорлығымен ұйымдастырылып жатқан осындай бір Түркістан арена деген группа бар WhatsApp'та. Сол группада осылай ойынды дамытып, шахматты қолдау мақсатында осылай ойнап жатыр. Центрға нападение пешкаға кетті. Пешканы алды қарай размен емес, центрді ашқан жоқ. Бейбарыс итеріп жіберді пешканы, потому что мына пешкаларды итеріп алға қарай ферзь флангпен ойнағысы келіп жатыр Бейбарыс. Өйткені мына слон өте жақсы орналасып тұр. Өйткені ферзь флангқа нападение жасайды негізгі козырь осы слон. Абылай керісінше королевский флангпен атака жасау керек негізі теорияда. Бірақ енді Абылай бұл жерде қалай ойнайды екен? Но пока что Бейбарыс ұтқысы келіп жатыр ма? Өте көп ойланып жатыр. Абылай тез-тез маневрмен атака екі атпенен мұнда нападение жасап жатыр. Если мына пешканы қорғайтын болса, уже атпенен мұнда қашып кетуге и мына мощный слонға ауыстырып алуға әрекет жасайтын сияқты Абылай. И потом линияларға ладьяны шығарып батарея жасап, может мына слабый пешкаларға атака жасайды. Ну, білмеймін мен қалай ойнайды. Может мына атпенен слонды ауыстырып тастайды и мына пешка келеді, мына пешка слабый болады, потому что мына жақта связка бар. И осы пешкаға тағы да дополнительный атты мұнда келіп мына пешканы жеу мүмкін. Тағы қандай идеялар бар? Бейбарыс әрине оны біліп қойған сияқты, потому что ат мұнда келсе ол мына слон ұсталып қалатынын біліп тұр. Сондықтан ол мұнда тройной рентген жасап отыр. Өте көп ойланды Бейбарыс бұл жерде, өте көп ойланды. Пешканы жетіп жасады. Но көрейік, не үшін Бейбарыс бұлай жасады екен? Атқа ат размен качество атқысы келіп тұр екен ғой. Мұнда качество атқысы келіп тұр екен центрда. Абылай оны берді. Хорошо. Жеді. Но бірақ Бейбарыс резко не үшін ферзьбен жеді екен? Неге бірденен ладьяны ұрмады екен? Ладьяны ұрса не болады? Мұнда шах болады екен ғой. Контр шабуылдар. Размен кетті. Абылай бір пешка ұтып кетті. Абылайда лишний бір пешка. Центрда бір пешка пайда болды. И Абылай уже разменге көшіп бара жатыр. Әрине кандидат мастер спорта уақыт жағынан көбірек. И бір пешка артық. Ол реализациямен жұмыс жасай алады. Мына жерде разменге көшіріп жатыр. Уже Абылайдың стилінде бір фигура уже или качество отты. Меніңше уже Бейбарыс бұл партия ұтылды. Ну, уже сдаться жасады. Уже түсінікті. Так. Екі фавориттің ойындарын көрдік. Артқа қайтайық. Не болып жатыр екен?
Так, так, так. Бейбарыс пен Абылайдың ойынын көрдік. Біз неге артқа қайта алмай қалдық? Так, так. Ойын партиялары неге бізге шықпай қалды? М, келесі ойынның несі уақыты 13 минуттан кейін ба қалай болды? Нартай ағамыз тағы да ұтыпты ғой мына жерде. И бізге қызықты момент, мына Берік ағайменен Аманжол көкенің ойынына кірейікші. Аманжол көке ақпен ойнайды. Осы Аманжол атамыздың көкеміздің ойын партиясы өте қызықты. Корольді рокировка жасайды и бірақ корольдің алдында пешкаларды бүкіл пешкамен атака жасап тастайды ғой. Корольдің алдында даже бір ақ пешка қалдырады болды. И целый пешкамен целый фигураменен корольді бір бағытта рокировка жасайды да и сол бағытпен атака жасайды да и контурына диагональный шабуыл жасайтын, горизонтальный шабуыл жасайтын флангтардың барлығын жауып қояды да и только корольдің алдынан прямой атакаларға шығады ғой мында. Осы Аманжол көкеміз бен Берік ағайдың ойыны. Аманжол көкеміздің 25 секунд уақыты аз қалыпты. Но бірақ позицияда қиындау сияқты ма қалай? Так, екі слон бір конь. Екі конь бір слон да? И мұнда опасный ат келуі мүмкін. И слонмен жейді мына ладьяға. Отвлечение, е-мое, не деген атака мынау? Керемет қой мына жерде. Ладьямен жесе, и слонмен жейді. И мына жақтан шах. Ох, 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 жаман ловушкаға түсті ғой. Аманжол көкем жаман ловушкаға түсті ғой осы жерде. Е-мое. Ферзь кетті. Енді сдаться жасай берсе, по идее болады. Открытый шахтар. Ат тұрады. Қазір мына жерден ладьяны ұрады. Ладьямен жейді екен әрине. Ну, бірақ мына жақтан шах келеді. Ну, уже слабый. Ну, еще связка тағы да. Мына связка тағы да. Пешканы ұрады, может. Или слонды активный жасап жатыр, иә? Уже сдаться жасады ғой деймін, иә? Сдаться жасады. Берік ағай ол жағынан стилі мықты. Ловушка ілініп қалды ғой. Өйткені цейтнот қой. Цейтнотта әрине ол қиын партия олай алып кете беру. Ловушкалардың барлығын көру қиын. Блиц деген өте қиын ғой, потому что любой момент ошибка жібересің да. Әрине профессиональный бір мықты ойыншы болмасаң, игрок болмасаң. Мұнда кім ойнап жатыр? Ой, Есбол Ерген 2023. Бокс және Берік ағайдан ұтылып қалып еді. Қазір мына жақта итм мен ойнап жатыр екен. И тағы да екеуі ойнап жатыр. Ойналмаған партиялар осы екеуін күтіп отыр. И Бауыржан мен Бақытжан деді. Бауыржан 88. Ана Сарыағаштағы Бауыржан деген ағамыз ғой деймін, иә, байдың, наверное. Партия қызық болып жатқан сияқты, көрейікші. А уже мен қостым, уже Бақытжан аға уже ұтыпты. Послеге бара салайықшы. Уақыт өтіп қалды ғой деймін. Или ақтар ұтып тұр ғой. Иә, ақтарда уже қанша мықты көп фигура бар. Бір ладьяға. Е, Бауыржан ағамыз уже ұтылған екен. Так, келесі тур басталыпты ғой мұнда. Келесі турға. Мұнда Исмаил ағамызды көрейікші. Исмаил ағамызда қанша очкомен келе жатыр екен? 2015 рейтинг 2000 үстінде жүреді әрқашан. Арасында 1900 бір нәрсеге түсіп қалады, но бірақ нормальный. Исмаил деген ағамыз бұл группаларда админ болады. Әрқашан жастарға қолдау білдіріп жүретін ағамыздың бірі. Тілек деген кісімен ойнап жатыр екен. Тілек ағай ғой деймін, иә? Мен шатаспасам. Так, позиция закрытый. И пешканы бұзуға тырысып жатыр. Ну, тағы мына пешканы бұзатын екінші вариант, ол мына атты ашып, мына пешканы былайынан бұзу керек. Қараларға идея Исмаил ағамыз. Ферзі мұнда шығарды. И керісінше былай бұзып жатыр, иә?
ладьяларды ферзь флангпен бұзып максимально осы жақпен ладьяларды линияға шығарып ойнатқысы келіп жатыр ғой деймін, иә. Или көреміз. Ой, нені жапты ғой. Жапты ғой. Мына жақтан ашқысы келді ма? Мынаны жапқан кезде мынандай слабый полялар пайда болады. Бұл жерлерге ат келетін болса, наверное, қауіпті да. Бұны қуып жіберу, легкий фигураларды айырбас жасамаса, ол өте мықты ат болып кетеді ол кезде ше. Егер осындай слабый поляларға ат, слон сияқты фигуралар келетін болса, мынау ладьяларға қарағанда мықты болып кетеді ол жерде. Ол качество артық болса да, ол жердегі фигура әрине басқа фигураларға қарағанда мықты болып тұрады. Көрейік. Мына жерде пешканы екі фигура атака жасап тұр, екі фигура қорғап тұр. Уақыт жағынан да опытный Исмаил аға сразу пешканы мұнда қойды. Но мұнда тоқташы, мұнда қалай болды сонда? Атты атқа слонмен айырбас жасап кетті ғой. Потому что мына жақтан кіріп келу үшін екен ғой. Наверное, Тілек ағамыз да жақсы ойнайды ғой мұнда. 1917 рейтинг, екі жақтың да несі бірдей. Ойындары бірдей. Позиция ақтар. Мына ладья обжорный рядқа орналасты. Демек, слабый бір емес, екі поля слабый. Ат мұнда келсе, ат деген бар ғой, мына ладьяларға қарағанда мықты ойнайды уже. Болды уже. Мына слабый поля бар ма? Болды. Аттарды келдік, и слонды келдік, и болды. Мықты ойнайды ат деген бар ғой. Ат мұнда келді, и мұнда келді. Болды, мына атта жаман мықты ойнайды. И какой-то момент мына слабый пешкаға нападение жасаса, екі атпенен. Екі атпенен. Оны қорғау үшін көптеген фигура. Енді Исмаил аға ол опытный кісі ғой, мына жерде размен жасап жатыр. Но идея мына жерде қандай корольдің алдын ашуға болмайды негізі теорияда да. Бірақ мына жерде и пешкамен жеп тұр. Не үшін слонмен жемеді? Потому что мына пешканы қорғағысы келіп тұр да. И пешный шторм деймін, мынаны бұзғысы келмей тұр. Корольдің алдын ашып жіберді. Ладьяны мұнда қойды. Ладьяны мұнда қойды, ферзьді қуып жіберіп жатыр. Бірақ негізі атты қойса қалай болады? Негізі атты қойса жақсы болар ма еді? Мұнда кіріп келгісі келіп тұр. Мына қараңыздар енді. Мұнда қазір ат келсе, мұнда мат алады. Контр атака. Негізі ладья мұнда келген жақсы ход болмады мен, наверное, менің өзім ойым. И мына пешка слабый қазір еще. И атты мұнда келеді қазір. Мына слон мұнда келеді. И ферзьнан жеді, иә. Енді қараңыздар, слон келеді. И ат шаққа келеді. Так, мына жерде мат қоюға да қиындау сияқты. Қалай ойнауға болады? Бірінші матовый сетка. Или сразу мне ладьяны ашу керек қой. Сразу ладьяны ашу керек. И жеу керек. Линия ашылады ладьяға. И слон келеді. И атпенен мұнда шақ қойса, оны слонмен жесе ферзьбен жеу керек. И мұнда слонменен шақ, ладья бар. Мощный атака жасауға болады негізі. Менің өте керемет осы бір идеяммен. Енді әрине вот сөйтіп уақытпен ойнаған кезде, блицпен ойнаған кезде ондай ходтардың барлығын көре беру қиын. Бірақ мына жақта есептеу керек. Контр шабуылдар да болуы мүмкін. Әрине енді соперник те қарап отырмайды ғой, мені ұта берші деген сияқты, иә. Так. Корольді мұнда кетті. Идея қандай жасап жатыр? Мына слон онша ойнай алмайды. Ладьяны былай кіргізгісі келіп жатыр ма екен, а? Шақ қойды. Мұнда шақ қойған кезде келген екен. Көрейік. Атты ашты. Негізі атты жаңа бару керек жер еді. Исмаил аға енді жүрді ғой мына F5. Екі жақты флангпен ойнап жатыр негізі. Мына пешкада қауіпті пешка. Любой момент проходной. Проходной пешкалардың алдына всегда бір фигураны занят қойып отырса, ол жақсы. Потому что пешка любой момент ход таппаған кезде сол пешканы алды қарай жүріп жүреді да. И ол бір ходтан жақындай бергені, ол қарсыластың мына шекарасын жақындап қалса өте қауіпті болады. Осындай мына уже блокировка жасап қойып, и аккуратно ладьяларды свободно жасап жатыр по ходу.
И мына жақта қараңыздар, уже ладья кіріп келді уже ішке. И матовый сеткаға кіріп келіп жатыр. И мощный защита, слон құртты, енді ферзь шах. И мынаны жеу керек қой, наверное. Мына пешканы алға қарай итеру керек қой. Пешка кетті, и ладья босайды. Негізі. Так, жейт. Ох, ох, ох. Просто так дегеннен жеп кеткен дұрыс па еді, иә? Корольдің алдын ашып кететін да. Енді мына жерде абсолютно... бірақ уақыт аз тұр. Цейтнотты ашып жібермесе. Ой, фез размен жасаудың керегі жоқ еді ғой. Ладьямен кіріп келу керек. Уақыт аз ғой. Слон жақсы поляға орналасты. Ну, бірақ уақыт аз по-любому. Кон мұнда. И мұнда опасный. Наоборот жүрді, иә? Мына пешкаға, көзір пешкамен ойлаған шығар. И мына үш пешка. Ох, 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 қызық болып жатыр. И пешкаларды итереді какой-то момент. Мына пешканы итергісі келіп жатыр ма? Сонда не? Мен мынау екі ладья мықты ғой енді, әрине, все равно мықты. Но бірақ пешкалар связной. Во, керемет, жақсы ойнап жатыр. Уақыт аз. Исмаил аға уақыт аз кезде ошибка жіберуі мүмкін. Сондықтан да, мына жерде мынаны итерсе, мына пешканы жейді. О, мынау деген супер ход қой. Уже ладья мұнда келеді. Опасный. И корольді итереді, байди. Мына шах қояды. Король негізі былай итеру керек еді ғой жаңа. Ну, бірақ мынау да жақсы ход болып тұр. И ладья келеді, иә? Ладья келеді. Наверное. Потом пешка, шах. Бірақ, ладья келді. Келгенмен мынау дұрыс болмай тұр ғой. Қандай идея бар? Может, ладья мұнда? Жет, кетті. Неге ладья мұнда? Ладья наоборот. Былай келу керек еді, иә? Шах келді. Ничья істегісі келді ғой деймін, иә? Мында қояды, и шах қояды. Жейт, жейт. Мынаны жейт, сосын екі пешка ладьяға ничья. Ничья емес даже. Қаралар ұтып кетеді ау, походу, бұл жерде. Болды, Исмаил аға почти ұтып тұр уже мына жерде. Ладьяны тартады. Ну, екі пешка. Все равно король жақындап үлгермейді. Үлгергенмен уже защищенный проходной уже кетіп баратыр. Уже. Ну, мына жерде дұрыс емес ход жасады, ақтады мындай. Болды. Партия уже ары қарай түсінікті. Біз уже шығып кетейік бұл жерден. Исмаил аға бұл жерден шанс бермейді. Ұтады. Былай да ойнаса да ұтады. Так, көрейік кім не болып жатыр. Асылхан мен Тілек әлі ойын бітірмеген. Но, так, алдыңғы қатарда да. Но Берік ағай машина ғой. Ну, ойбой, шетінен қырып келе жатыр ғой. Абылай мен Аманжол көке. Абылай Аманжол көкені ұтып кеткен ба? Мына жақта Бергенстейн мен Нартай ағамыз ойнап жатыр ғой. Бергенстейн деген бұл енді көптеген турнирлердің фаворит болып жүрген кісі ғой, енді фаворит болып жүрген жігіт қой. Мына жерде бірақ ладьямен қапты ма? Жоқ, ақтармен ойнап жатқан кім? Бергенстейн ақтармен ойнап жатыр. Нартай ағаны ұтты. Супер.
айттым ғой, Бергенштейн өте жақсы ойнайды. Мына жерде партияны потом анализ жасап көреміз ғой деймін, иә. Бірінші қалай басталғандарын бір көре салайықшы. Е4, С5, Сицилианка. Но, С3. С3ке қалай ойнау керек? Центрді бұзу керек, иә? Нартай ағамыз аккуратно жеді. И потом центрға. Ол теория. Дұрыс. И жеді. Атпен жеді. Ох, теория. Нартай ағамыз негізі атпенен өте жақсы ойнайды ғой, негізі. Еще Нартай аға закрытый позицияларды өте керемет ойнайды да. Мынау ход білмеймін, керек. Мына слон просто тупой болып қалды қазір, иә. Ақтарда барлық фигура жақсы ойнап тұр. Слон тупой болып қалды. Көрейік. Темп бір жүрді, екі жүрді. Ну, слон вообще болды. Мына слон нашар. Бір емес, темптан ұтылған екен ғой бұл жерде. Нартай ағамыз темптан уже бір емес, уже екі фигурамен екі үш рет жүргеннен шабуылға Бергенштейн шығып кетті. Линияға уже қосылды. Мынаны қараңыздаршы, атпенен бір жүрді, екі жүрді, үш жүрді. Осындай супер игрок осындай қателіктер жасайды. Бұл қателік негізі шахмат ойында қателік болып саналмауы, көп жерде біреулер қателік деп санамауы мүмкін, бірақ теорияда темп деген нәрсе бар. Темптан ұтылуы мүмкін. Осындай темптан ұтылған кезде қараңыздар, маневр фигурларды орналастырып жатыр. Но бірақ обжор мынау открытый линияға ладья жақсы ойнайды, а мына ладья тупой болып тұр. А мына ладья уже әлі защитада тұр. Екі линияға ладьяны шығарып қойды уже. Бергенштейн. И кетті. И ладьяға нападение. Контр фигурларды дамытып алады, осы ырза боламын Нартай ағаға. И ферзь атакаға шығып кетті. Королевский флангқа нападение какой-то момент. Білмеймін, мұнда жертвалар жоға походу қазірше. И ат мұнда келеді ма? Идеялар қалай бар? Ат мұнда келуі мүмкін. Мощный мат и слон какой-то. Ферзьге нападение қуып жіберді. Ладья батарея жасайын деп жатыр. Ат келді. И атпенен слон. Жаңа айтқанымдай атпенен слон, мощный слондарды уже қуып жүру керек. Ферзьге нападение. И ферзь келді. Екі ат батарея. Нартай ағамыз көрініп тұр, иә, бәрібір мықты ойыншы екені көрініп тұр. Мына жерде фигура беріп қойыпты ғой. Фигура беріп қойған, уже ошибка жіберген. Ары қарай түсінікті, сол ошибканы уже шансты қалт жібермейді. Бергенштейн уже болды. Партия уже түсінікті болды, ары қарай. Қалай ойнаса да бір фигура лишний болады да. Уже шанс бермейді ол. Болды, ары қарай түсінікті ғой. Өзі зевок жасап қойған екен Нартай ағамыз. Аты негізі мықты ойыншы. Так, қазір біз нешінші турға келдік? Бибарс кіммен ойнап жатыр екен? Бибарс бадбой дейді. Бадбой деген кім еді? Бадбой деген Бибарс қазір бір ұтылыс, бір ничия. Ничия кіммен ничия болған осы жерде? Абылаймен ничия болған ба? Жоқ, Абылайдан ұтылды ғой ол. Кіммен ничия болды? Біреумен ничия болды. Абылайдан ұтылды. И Нұрғали ағайды ұтқан екен. Мат. Мұнда бадбоймен ойнап жатыр. Көрейік, тағы да кім ойнап жатыр. Қызықты партияларды, қызықты дебюттарды ашайық. Нұрғали ағай мен Болат ағай ойнап жатыр. Ох. Так, алдыңғы қатарларда не болып жатыр екен? Фаворит. Берік ағай мен Бергенштейн. Ой, мынау өте қызықты партия ғой. Мынаны көрейікші осы партияны. О, Берік ағай мен Бергенштейн. Партия қалай басталған? Басынан бастап көрейікші. Так, ақ пен Бергенштейн ойнап жатыр. О, С5, как раз местілер сияқты. Центрді бұзды, пешка алдыға. Славик пешка болып тұр.
Берік ағай жертіп жасады пешканы. Қандай лабушка мұнда, иә, қараңыздаршы. Лабушка. Но бірақ мұнда аша салу мүмкін ғой. Ферзь кесе и зашта бар. Слонмен келмекші. Гамбитный стиль сияқты ма? Че-то мына жерде қалай болып тұр? Жит, жит и пешканы итереді. Ә, берген оңай жау емес берген. Неге ферзді атпенен, ну, идея нормальный по идее. Бір пешка артық Бергенштейнда. Ферзьге нападение, мына жерде ферзь жаман жүріп қойды ғой деймін, иә. Тоқта, ошибка мына жерде кетті. Мына пешканы қорғағысы келген. Бұны қорғауға былай қорғауға да болады ғой, иә. Наверное. Слон келеді. Мына жерде три пешка былайынан тұр ғой. Потом потом ферзьбен былайынан қорғауға болады екен ғой. Көрейікші, енді бұл енді классика емес қой, блиц қой. Слоннан жесе ат кіріп келеді. Ферзь мұнда келсе шах қояды и качество атады. Качество болғанда ладья туылады. И кетті. Бәрібір берік аға мықтылық қылып тұр, иә. Көрейікші, до конца көрейікші. Слон активный позицияға ат шықты. Ақырын фигуралардың развитиясын көтеріп жатыр. Потому что фигуралар ойнамай қалды. Ох. Ох, 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 ох. Қандай керемет ойын. Екі фигура, бір фигура артық. Берік аға зебок жасады. Но бірақ корольдің алды ашық. Мына жақта да корольдің алды ашық қой енді. Последний мына пешканы жеді уже. Не істейді екен? Размен жасай ма екен? Или ладьяны шығарды? Максимальный фигураларды развитие жасап жатыр. Өте жақсы ойын ғой мынау. Мә, күшті ойын. Айттым ғой, бұл ойын күшті болады. Фавориттер фавориттер кездесіп жатыр да. Турнирдағы ең мықты ойыншылар. Так, ладьяны размен жасап жатыр. Мына ладья уже қатты қауіп жоқ деп тұр ғой. И какой-то момент мынаны ашты и мына атқа нападение жасағысы келіп тұр. Ну, он ферзь қорғап тұр. Мат. Мат. Конмен защита жасайды. Конмен защита. И потом шах болады. Пешка. Мұнда батарея. Двойной удар. Мә саған. Кон. Берік аға ұтылды. Мына жерде слонды бесплатный беріп қойды негізінде. Ошибка сол жерде кетті. Ну, позицияда. Короче, пешка жетіп бара жатады тағыны. И берік аға бір екі-үш фигурамен атака жасап кетті. И содан фигуралар дамытып алды да, мына фигуралар ойынға мүлдем қосылмай қалып кетті ғой, артта қалып кетті да. И содан болар, наверное. Ары қарай жақсы ойын болмай қалды. Так, артқа қайтайық, мына жаққа келейік. Кіммен кім ойнап жатқанын көрейік. Алдыңғы қатарда Бергенштейн уже бірінші орынға шықты. Абылай бірінші орынға келді. Абылай кіммен ойнады мына жерде? Абылайдың арты аяғын ұтты ма не? Көрейікші, Абылай мен Нартай ағаның ойынын көрейікші. Так, Нартай аға ақпен ойнап жатыр. Е4 французский. И бұл жерде жеді Нартай аға. Центрді ашты. F4. Не деген ойын мынау? Мощный, мына ат мұнда келіп екі жағынан пешка размен жасай алмайтындай вариантқа көшейін деп тұр ғой. Походу мына пешканы мұнда қояды. Қандай керемет стиль, иә, Нартай аға.
Но бүгін Нартаяға көбінесе интернет ұстамай қала береді. Солай болып жатыр ма, что-то ана ойында атты не фигураны тегін берді. Мына жерде қазір көреміз енді. Мощный аттан айырылып қалды енді. Мына жерге өте важный керекті ат еді да. Но абылай уже профессиональный ойыншы ғой уже, ол түсінеді, ол қай фигура мықты, қай фигура слабый уже біледі ол. Мына фигураны сразу размен жасап тастады, потому что мына жерге неприятно да, ол қалай мына ферзерге открытый линияға ладьялар шықса уже қауіпті да, мына жердің жолдың бәрін линияны жабады. И любой момент королевский флангқа, ферзь флангқа атака жасай береді. Абылай уже түсінікті мықты ойыншы. И стиль бойынша пешкаларды кетті, дайындап жатыр корольге атака жасауға. Ладьяны линияға шығарды. Слабый пешкаға атака жасады, кетті. Ой, 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 мен құртып алдым ғой қай жерден. Міне ферзь келді и пешкамен қорғады. Корольдің алдын слабый қылып қойды, наверное. Контр. Король жақта қауіп жоқ болса, ферзь жақпен атака жасай береді. Контр шабуыл. Пешка жеді и слон мощный поляға и ладьяға нападение. Абылай өте жақсы стильный ойнайтын ойыншы. Фигуралар никогда шегіндірмейді, қарап отырсақ барлығы атакаға шығып жатыр. Размен. Міне, ешқандай фигураны шегіндірмейді и размен де жасамайды. Максимальный фигураларды ойынға қоса береді. Жаңа мұнда мощный кон мұнда барам алып еді, енді екінші кон осы жерге жетіп алды. Нартаяға айттым ғой, аттармен жақсы ойнайды негізі. Пешка кетті и бір пешканы беріп қойды тегін. Осындай Нартаяға зевоктар көп жіберіп жатыр бүгінгі ойында. Кетті шах и слон. Защищенный слонды көзін құрт тастады и келесі фигураға пешкаға атака жасады. Енді Абылай профессиональный ойыншы ғой уже. Жеді. Идея мына пешканы жей алады. Атты жейді. Қарайық. Қандай керемет ойын. И слонмен жеп қойды, корольге қауіп жоқ. Жеді, ферзьмен жеді. Пешка. Абылайда екі пешка лишний. Размен, разноцветный слон. Егер ферзьмен ладья ауысып кетсе ойында, екі слон екі диагоналда жүретін болса, көбінесе ничья болады. Ух ты. Пешканы емес, Абылай еще тағы бір пешка артық болып кетті. Размен и жеді тағы да. Мына жерде өте көп болып кетті, пешка өте көп. Енді ничья жасау, ничья жасау мүмкін емес қой мынада. Қалай ойнаса да ничья жасау мүмкін емес, уже болды, пешка өте көп болып кетті. Ну, Абылай сильный. Молодец, Абылай. Абылай фаворит болып тұр ғой қазір. Так, Абылаймен Бергенштейн ойнап жатқан шығар. Не керек болса. Көрейікші, Абылаймен Бергенштейн. Партияның басынан бастап талқылайық, Так, Абылай ақпен Е4 Сицилианка, кон С3 и стильный пешка центрді бұзды. Слонмен защита. Жеді и центрді пешкамен бұзды. Ферзь и кон келеді нападение. Ферзь. Скандинавский защита дағындай ғой, мында связка. И атака мұнда. Көрейік. Атқа нападение жасады. Мынау қауіпті емес па? Шах. Жейді. Шах. Слонмен ат қорғап тұр поляларда. Еш нәрсе жей алмайды. Ат та келді. Абылай деген вообще артқа шегінетін адам емес қой, Тек перед қой Абылайда. До конца перед қой. Слабый поля екеу. И атпенен осындай. Шах. Бергенштейн. Не подарок Бергенштейн. Ойлама оны Бергенштейнді деген әңгіме ғой, Шах.
рокировка слон жертва жасап жатыр, мә саған базар жоқ. Абылай ладьяға ферзьге нападение, и7, шах, и связка. Ох, ох, ох. Абылай уақыттан ұтылып жатыр. Бір фигура ұтып жатыр, но уақыттан ұтылып жатыр. Атпенен нападение ферзьге жасады. Әрине связка жасаған фигураға көзін құрту керек. Опасный фигура ол, қауіпті ғой. Опасный фигура қауіпті. Абылай мұнда келеді, но оған тағы да ферзьге ферзь размен жасайды. Ой, базар жоқ. Размен кетті. И ферзь кетті. Артқа бір қайтарайықшы, мен байқамай қалдым ба сонда жаңа. А, ферзьге ферзь атқа былай қойып тұр екен ғой. Ферзь сақтап ойнаған жақсы ма еді, қалай еді білмеймін, что-то наверное. Жеді и фигура қайтарып алды ма. Бергенштейн уже қарашы, қандай грамотный ойнайды. Тоже уже бір фигура ұтылып атты, жаңа қайттан фигура қайтарып алды. А былай уақыттан ұтылып жатыр. Защита, аккуратно. Мощный слонға нападение. А былай уақыттан ұтылып жатыр. Наверное, Бергенштейн ұтатын сияқты осы партия. Пешкалар равный. Открытый позиция, екі слон. Абылайдың слондарын жақсы ойнатса, Абылай мықты ойнайды. Но без рокировный. Король қазір тығылып жүрген уақыт кетеді, походу. Бергенштейн контратакаға шығады. 15 секунд. Связка, бірақ портышкы жоқ. Портышкы жоқ болса қауіпті. Мынандай жеуге болады мысалға. Слонға слон размен. Әрине, мынандай слондар болған кезінде бір слонға ауысып тастау керек. Потому что бір слонмен бір ком болғаннан екі слон болса өте қауіпті болады да. И мынаны жейді походу, иә. Жейді. И слонды артқа тартады. Мұны тартпайды, мұны тартамай деймін. Мынаға қояды. Мына пешканы тағы қорғайды. Или даже мұнда қоя салады. Мұнда ат жейді ғой бірақ. Мұнда қоятын шығар. Абылайдың ойындарын уже біліп қалдық қой уже. Жесе мынаны жейді. Мына пешкаларды пайдаланады максимально. И слабый полеларға қарайды. Мынамен жесейші Абылай. Зато сенің слоның активный болатын. Ах. Фигура. Ферзьге шығарамын деп пешкаға фигура кетті. Тоқта, мына жерде конды қойды ғой. Конға былай кетті ғой. Бір пешка Абылайда артық. Но бірақ 4 секунд. Кетті. Портышкы жоқ. Шах. Портышкы жоқ. Шах. Абылай ұтты. Болды, по идее Абылай ұтты. Жесе мат. Артқа қойса шах. Ох, мында кетті. Е-мое, ферзь жеуге болмайды, мат. Болды, Абылай ұтты. Профессиональный ойыншы деген осы да, е. Молодец, Абылай. Красавчиксың ғой. Так, бізде Нұрғали ағамыз бүгіндікке бір ойыншыны ұтыпты ғой. Нұрғали ағай қанат көкеміз ұтыпты. Партия скандинавский защита болған. Корольдің алды ашылыпты. И слон, мощный слон ауыстырып тастады. Мына пешка слабый. Слон связка. Неге ауысты? Атқа атта ауысты, мына ат. Мына слон жақсы слон еді, неге ауысып отыр? Уже ферзді көрмей қалды, иә, мұнда связкада ферзді көрмей қалды. Пешкамен жесе болатын еді негізінде. Пешкамен ортаны бұзыл славия қылғысы келген ғой негізі, наверное. Мына жерде қанат көкеміз
былай жасағысы келген, слон ұстап алғысы келген, бірақ шанс бермей отыр да. Нұрғали ағай да бұл жерде міне последний ход, мына слон уже ұсталып тұр. Пашти. И соны көрдім, моментальный атты жеді. И жесе, мына слонның жолы ашылады. Қараларға тоже болады бұл позициямен ойнауға. Бірақ мына атқа қараңыздар. Ладья и слон. Одан кейін слон мен атты жейді болды. Партия или мына жерде былай ойнауға болады. Мынаны жеген кезде слонға нападение. И қашады, и мыняға қояды. Сонда ол мынаны жесе, слонмен жейді, и ладьямен жесе, и қайтадан мына жақтан бір слонды ұтып алады. Но корольдің алдын максималь полный ашып тастайды, но фигураны сақтап қалады. Солай ойнауға болады. Қанат көкеміз. Так, жоғары жақты көрейік. Арт жақта Болат көкеміз. Болат ағай. Бір ой ұтыс бар. Бейбарыс бүгін Нұрғали ағайды ұтқан. Батбойдан да ұтылыпты. Батбой деген кім еді? Бейбарыс студент қой, білмеймін, что-то сабақтары көп болып жатыр ма? Общагада жатады, негізі общагада бір комнатада 5 бала жата ма? Сонымен солай да енді бізде анау ойыншылар ойнап жатқан кезінде, мысалы өзімде ойнап жатқан кезімде қасымда біреу кедергі жасап жатса, ходтарды жақсы ойлай алмаймын, есептей алмаймын. Сондай момент болып жатқан сияқты. Нартай ағамыз уже 2 поражение и потом ничья. Кіммен ничья болды? Ох, Нартай аға ничья жасап жатыр. Нартай аға бүгіндікке жақсы ойнамай тұр. Негізі турнирде өте мықты фавориттердің бірі. Бейбарыс пен Нартай аға. Осы екеуінің ойындары өте қызық. Постоянно екеуі бір Түркістан облысында анау Спартакиадада екеуі соңғы ойында кездесті. Соңғы турда Бейбарыста выигранный позиция, Нартаяғада ничейный позиция. Нартаяғада 2 ат 1 пешка, Бейбарыста 4 пешка 1 ат. 2 пешка связной бір-бірімен байланыста кетіп бара жатыр неге ферзге. Мына жақта екінші жақта тағы 2 пешка кетіп бара жатыр. Сол партияны Нартаяға ұтып кетті ғой. Мен таң қалдым. Бейбарыс соңғы пешкасын жеп қойса, 2 атпен никогда мат қоя алмайды. Ойын по-любому ничьяға түседі. Ну, Бейбарыс ұтам деп пешканы жемей, пешкаларды алдыға жүріп, жаңағы соңғы крайний пешка ферзьге шығып кетіп, ойында ұтып кетті. Енді мына жерде көрейікші. Бейбарыс қарамен ойнап жатыр ма? Басынан бастап қарайық. Е4, С6, әрине Бейбарыстың стилі защита каракан ойнайды. Өзі бұл Бейбарыс деген негізі менің інім болады. Бейбарыс мектеп кезінде жүрген кезінде әкесі менің әкемнің класстасы да, сыныптас. И осы Шымкентке шахматный школаға келеді. И сол жақта бірінші алғашқы тренері осы защита караканды үйреткен. Содан бері защита каракан ойнайды основной. Енді бұл Нартаяға бұл жерде жейді. Жемейтін нұсқаларымен ойнағанда жақсы көреді Бейбарыс. Закрытый позицияны өте жақсы ойнайды Бейбарыс. Нартаяға өзінің стилі как? Нартаяғын үйреніп алдық. Караканға қалай ойнайды? F4. Так что Нартаяға бір күн ойнаған кезде көреміз. Мына ходқа дайындалып келемін ғой, Нартаяға сізбен ойнайтын болсам, каракан ойнап көру керек бір күні. Так, Е6. Мына слон топой болып тұр, но бірақ ферзь флангпен ойнауға болады. Кетті ат мощный, атқа ат размен жасауға тырысады. И мынау қалай болады екен? Қауіп жоқ, пока ферзь келе береді. Слон шықты, и слон шықты. Уақытқа ладья шықты. И рокировка. Не деген ойын мынау? Ферзді не қатығып тастады оны Нартаяға?
Не үшін онда кетті? Мұнда связкадан кету үшін кетті ғой, по идее. Пешканы бұзады. Міне, слабый поляларды всегда аңдып отырып, сол жерлерге керекті фигураларды. Бейбарыс уже бұған мастер. Бұндай поляларды сразу көреді Бейбарыс. И аттарды сол жерге келеді. Айттым ғой, Бейбарыс негізі закрытый позицияны өте жақсы ойнайды. Бейбарысқа закрытый. Бірақ мына жерде екеуі де бірдей стильде ойнайды. Нартаяға да закрытый позицияны өте мықты ойнайды. Бейбарыс та сондай. Екеуі бір-біріне сай соперник та. Бір-бірімен ойындары бір қызық қой енді. Қарап отырсам бір қарай бергің келетін ойындар. Ладья. Мында и болашақта рентген ферзьге. Ат келді. Атқа ат размен жасаған жоқ. Слонды бер жасап жатыр. Закрытый позицияда ат мықты, чем слонға қарағанда. Біледі нартаяға и атты сақтап қалды. Нартаяға да біледі. Слабый поля қаяқта екенін біледі. Екеуі де слабый поляларды біледі уже. И кетті екінші ат. Бір атқа размен болса екінші атқа кетті. Бейбарыс біледі уже мықты атты сразу размен жасау керек. Бірақ бейбарыстың мына слон мықты. Мына слонмен атты жеген жаңа дұрыс емес еді. Потому что бұл слон корольге пешкалар осылай орналасып слон ортаға тұрса, ол слон өте мощный слон болады. Мына слонды енді любой момент ауыстыра салса болады, потому что бұл тупой слон. Кетті, слонды сақтады, и бейбарыс та слонды сақтады. И пешка ферзь флангпен атака жасайды. Бейбарыс как стильный ойнайды. Кетті. Ферзь. И мұнда последний ход ферзь. Корольге атака жасағысы кеп жатыр. И слабый пешкаға нападение 3-4 фигураменен. Мұнда бір пешканы беріп қойды. Бейбарыс оны аңдып отыратын жігіт. Бірақ ферзьге нападение. И разменге көшті. Білет, ферзь қауіпті. Бір пешка артық болса, бейбарыс соны давить етеді ғой до конца. И мына жерде слабый пешка бар. Оны да көздеп тұр. Размен жасаған жақсы емес, ол и так та білет. Наверное, итеретін шығар. Айттым ғой. И қашады. По-любому ауыстырады бейбарыс оны. Слонмен жеді. И пешканы итеретін шығар. Мына пешка слабый болып қалады бірақ. Мына слон қазір тупой болып тұр. Не істейді екен? Интересный. Мына ат қазір ладьяға қарағанда мықты ойнап тұр ғой негізі. Бейбарыс аттың көзін отайын деп тұр. Мына пешка слабый. Пешканы итерді. Мына жер ат бар. Мынаған қоятын шығар слонды. Мына пешканы просто так бермейтін шығар енді. Мен ойлаймын, бейбарыстың жағдайы жақсы болып кетті. Слон ұсталды. Или мына слон ұсталып тұр. Негізі болды ма? Белополный слон уже бол ұсталды уже. Пешканы қорғаймын деп ойлап жатыр. Уже екінші слон кетті. Бейбарыс өзінің стиліне түсіп алса, ол шанс бермейді никогда. Жейді. Мынаны жеді ғой. Мына жақта жейді. Слабый пешка и ферзьге кетіп қалғысы келіп тұр ма? Нартаяға мынаны жейді. Жейді. Размен ладьяға ладья кетті. Так. Проходной пешкалар пайда болды. Мынаны жей алмайды. Атпенен қорғап тұр. Последний шанс корольге атака. И екі пешкамен контр. Алдындағы ойында да осындай қылып отырып кеткен нартаяға. Бір пешка контрмен ойнап отырып, мынаяқта негізі ферзьге пешкаларды дайындап алады. Пешкаларды ферзьге шығаруға проходной жасап алады бейбарыс. И мына жаққа контр шансқа қарамай қалады ма, сондай болады походу. Сөйтіп нартаяға ұтып кетеді. Мынада да тоже сондай
болып тұр ғой. Мына жерде мынаны тез итерсе уже мынау слон қорғай алмайды ғой, неге итермедің бейбарыс? Мынау уже бәрі бұны байланып тұр ғой, слон мына жаққа кете алмайды ғой ол. Тез тез itергенде даже болатын еді ғой, мынау ферзьге шығып кететін еді жаңа. Ладья мен пешканы жеп темптан ұтылып уақыт кетіріп жатқанға қарағанда деп жатқаным ғой енді. Ат қорғап тұр, бірақ ой 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 мынаны жеп мынаны ұтып алатын момент кездесіп еді. Потом одан кейін потихоньку не берсе, так бейбарыс тастайды. Жоқ 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 жоқ, бейбарыс осал ойыншы емес бейбарыс. Мұнда тастайды қазір. И размен лишний фигура. Нартаяға біледі. Бейбарыс ұтты, айттым бейбарыс. Есесін қайтарды ғой онда Түркістандағы жарыстағы. Есесін қайтарды. Так, алдыңғы қатарда кімдер келатыр? Абылай шанс бермей келатыр, Абылаймен берік аға ойнаған ба тағы да? Абылай ақпен ойнап отыр ма? Не қалды? Қайттан Абылаймен берік аға екі рет кездесіп тұр ма сонда не? Мына жерде французский ойнап тұр. Берік ағай французский ойнап тұр. Анау қазіргі болып жатыр ғой, Денлежи мен Гукеш бірінші партияда дәл осы сияқты ойнаған. Но мұнда бірақ Гукеш конды с3-ке потом былай тастады да. Мына жерде керісінше түсіп жатыр. Жоқ, осылай болды иә. Мынау негізі теория. Теориясы ат, мына ат мұнда келеді, а мына ат мұнда келеді. Пешканы ашып, слонды ашады. И мына пешка мұнда кету керек негізі. Или или теорияда слон барады да бір аттың көзін құртады, потому что мына пешкаларға нападение жасайтын ат мықты ойнап кетеді ғой. Өйткені центр жабық кезде ат мықты болып кетеді. Мына слон керек емес деп санап осылай кетіп қалуы мүмкін. Немесе слонды әкеліп мұнда қойып какой-то момент ля-ля-ля жертва жасайтын момент бар. Кеттік. Айттым иә, теориямен ойнап жатыр. Абылай уже теорияны жақсы біледі ғой. И бұзды жеді. Без рокировка ойнағысы келген сияқты ғой Абылайдың. Ат кетті. Пешканы берді ғой. Не үшін пешканы берді? Жемеді берік аға. Көрейікші. Жеді. И жеуге болмайды иә. Мұнда қандай комбинация бар? Шах береді и ферзь ұтып алады. Берік аға ондайға берілетін осал жау емес. Пешный центр. Слабый пешка. Қорғады, мына пешканы берді, но бірақ ладья кесе мына пешканы жейді. Король рокировка жоқ. Он просто сразу рокировка жасады. Ферзь. Так. Ат мұнда, ладья мұнда. Ферзь артқа қайтты. Слонға размен. Жеді. Негізі атпен жеу керек еді, походу. Ойынға шақырып алу керек атты, иә. Көрейікші не болды до конца. Бірақ берік аға жақсы ойыншы ғой. Енді мына жерде просто менің ойлап жатқаным мына слон тупой болып қалған сияқты да, соған мен атпен жеген жақсы сияқты деп жатқаным. Любой момент мына пешканы алды қарай итеруге болады. Если он жесе, мына ат келеді. Жесе ферзь келеді. Енді білмеймін, енді мынандай связка жасап қалуы мүмкін. Мысалы атпен жеген кезде связка жасап қалуы мүмкін. Фигура осы жерде ұтылып қалуы мүмкін. Сондай моменттер кездесуі мүмкін, иә. До конца есептеу керек. Ладьямен жеп тұр.
Пешкамен жеді. Атпен жеді. И атпен жеді. Атпен жеді. Мында связка ұстай алмайды уже. Ладья бар. Ну, берік аға уже оны көріп тұр екен, иә. Ферзь қашты. Слон. М, Уже линияның бәрі ашылып кетті. Слондар өте мықты ойнайды. Қай поляларға фигурлар қалай орналасу керек екенін уже абылай біледі ғой уже. Машина ғой. Кетті. Качество. Качество. Не үшін ат жеді? Ах, ферзь тауып қалады мұнда. Базар жоқ. Еще фигура беріп жатыр. Ат ладьяны жеген жоқ. Еще слонды беріп жатыр. Жесе шах. Мынау бар. Демек олай шах болмайды. Не болады сонда? Ошибка жіберген сияқты мына жерде. Осы жерде компьютерді қозайықшы. Ақтар, мына дұрыс ход дейді. Мынаны жесе не болады көрейікші. Ладьяны жейді просто. Бәсе мат жоқ, мына жерде мат көріп тұрған жоқпын ешқандай. Бәрібір ақтарға плюс беріп тұр ғой. Мен мат көріп тұрған жоқпын. И ладьяға ферзь. Матовый атака. Жолын жауып, слонды жеу. Шах и мат. Осылай ойнау керек қой, осылай ойнады. Уже сол екенін білдім ғой уже. Матовый атака. И мына слон. Ферзь алдыға кетіп қалса, наверное. Палеон мат болып тұр ма? Қай жерге кетсе де. Мұнда келттікші. Шах. Король мұнда келеді. И слон мен шах, и мат. Мат екен ғой. Маттан құтылу. Тем более блицта. Қиын ғой бәрін есептеп үлгеру. Так. Асылхан Исмаил аға мына жерде кімді ұтты? Сүлейменов Олжасты ұтты. Нартай ағамыз ойнап жатыр. Нартай ағамен Аманжол көке ойнап жатыр екен ғой. Ой, бұл екеуі, біреуі Арыстың чемпионы, біреуі Шардараның чемпионы. Екі кісі ойнап жатыр. Партияны көрейік. До конца арасынан бастайық. Бірінші Аманжол көке Е4 ойнайды. Всегда Е4. Тицилянка. Осы ход жақсы көремін мен негізі. Мынандай ходтарды. Сразу агрессивный да мына жерде пешканы. Бірақ Аманжол көке деген өте хитрый ойыншы. Ловушкаларды өте мықты меңгерген. Почти кейбір ловушкаларына түсіп қалсаң оңдырмай жібереді. Мына жерде уже ловушкаға түспейін. Артаяға уже әбден ловушкаларын біледі. Сондықтан түспейді ондай ловушкаларға. Королевский гамбитті ой масқара ойнайды ғой Аманжол көке. Контур ойнайды. Қандай стилі керемет. Осы кісілердің екеуінің стилі бір-біріне атака жасау стильдері өте бір-біріне ұқсас. Мына пешкалар қандай? Мына пешкалар қандай? Мынау қазір атты кіргізбей тұр. Но бірақ мына аттың да жолы жабылып тұр, мында келе алмай тұр. Слабый поляға ат келе алмай тұр. Мына жерге келу керек. Ат бұл жерге келу үшін и потом мұнда келеді слабый поляға. Ферзь. Мына слон келді, бірақ менің ойымша слон келген қандай мына жерде негізі мына слон келу қажет емес сияқты. Или атты шығарған дұрыс сияқты еді. Атты мына жақпен шығарып и келіп былай келу керек еді. Қалай бола ма? Слабый поляларды всегда аңдап отырған дұрыс сияқты да. Көрейікші. Мына слон келді и мұнда любой момент конмен слонға нападен жасайды и темптен ұтылады. Мына пешкамен тағы жейді, слонмен қайтадан тағы бір ход жасайды. Енді негізі мен теорияны айтып жатқаным ғой, енді теорияларда сондай болады да.
ферзь б гамбит ойнаған кезде де слон до 3-ға барса уже ошибка деп есептейді. Слон қайттан ізіне қайтты. Атты кеш шығарды, иә. Уже уақыттан ұтылып жатыр. Атқа атыразымен, иә, атты артқа қайтарды. Мына поля уже болмай қалды, босамай қалды. Мына пешка келіп қалды, көрдіңіздер ма? Жаңа атты асықпай, аккурат мына слон жолын жауып қоймайын десе, атты осы жақтан шығарып, атта келіп слабый поляға әке баса атты. Ай, одан кейін мына ат деген мощный ойнайтын еді негізі. Қазір мына жерде уже позиция уже қиын позицияға түсіп қалғандықтан уақыттан ұтылып жатыр. Слонға слон размен. Конға кон. Бүкіл фигура разменге кетіп жатыр. Шах. Так. Аманжол көке ұтылды, ә? Аманжол көке ұтылды. Эншпиль. Партиялар осы жерлерге келіп қой біз жаңа. Так, артқа қайтарайықшы. Уақыттан ұтылды. Бізде партияның қай жеріне келбек? Я, осы жерлерде едік қой біз. Так, жеді шах и ферзь келді. Ферзь мұнда ладья. Нападение жасады. Пешканы жеді. Екі пешка проходной. Аманжол көкеде шанс уже болып кетті, но бірақ пешканы қайттан ладьямен қайтарып алды. Обзорный рядқа кіріп кетті. Размен слон бесплатный кетіп қалды ғой, ошибка. Ошибка. И екінші ладья. Қорықпайды Аманжол көкен, никогда қорықпайды. До конца вперед, мат проходта, защита. И пешка не тірессе не болатын мұнда? Пешка не тірессе болмайды екен ғой, шах болып қалады екен ғой. Жесе он бесплатный жейді. Связка, потому что. Ладьяға ладья. Шах. Шах. И жеді. Шах. Проходной бір пешка. А мына жақта екі пешка проходной. Ох, 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 слон көрмей қалды мұнда. Жеу керек еді, көрмей қалды. И болды. Келесі пешкан шығайын деп тұр. Пешкан шықпай ақ мұнда шах беріп ферзьге шығады. Сдать жасай беруге болады. Енді ана жерде слонды бесплатно беріп қойды. Уақыттан ұтылып жатыр еді ғой Аманжол көке. Екі облыстың, екі ауданның чемпионының қазір партиясын көрдік. Алдыңғы қатарларды көрейікші. Абылай қазір Сайфуддинмен ойнап жатыр. Уже нешінші турға келдік біз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші тур. Абылай уже ұтты. Абылай уже фавориттермен ұтып қойды, уже славилармен кездесіп жатыр ғой енді. Так, Бергенстейннен ұтылды. Бергеға Абылайдан ұтылды. Екі мықты игроктан Бергеға ұтылды. Қазір екінші орында келе жатыр. Но бірақ әлі Бергенстейн біткен жоқ мына жерде. Наверное, Бергенштейн ұтып атқан сияқты. Ферзьге ладья. Ой, мынау этюд қой уже, этюд қой. 5 секунд қой мына жерде, секунд. Ақтар, ох, Бергенштейн уақыттан ұтылып жатыр екен ғой мұнда. Уақыттан ұтып жатыр, но бірақ... Ай, профессионал ғой Бергенштейн, уақыттан ұтып кетті. Проигранный позиция, мұнда ладьяға ферзь. Партияны көріп жүрейікші, қалай болды бұл жерде. Еспол Енгер өте мықты ойнайды. Мен жаңа кімнің ойнаған партиясын көрдік қой, иә? Өте жақсы ойнайды екен, көрдік. Е4, С5, Тетелянка, основной вариантқа барған жоқ. С3, агрессивный ходтар бар, мындай ход жүретін. Бірақ Бергенштейн атты слабый пешкаға нападение жасады, атты алдыға.
Жеді d6 жүру керек. Аха, теория бойынша d6. Атқа ат e6. Размен и слон. Атакадағы позицияны албаған екен. Мгм. Пешканы жеді и пешканы жеді. Шах. Слонмен жапты. Ферзбен қорықпайды. Берген іштейінің стиліне ырзамын. Осылай қорықпайды. До конца. Вперед, до конца вперед. Рокировка. Ох, размен. Атпен жеді. Рокировка. Бесплатный пешканы жеген жоқ. Потому что мына жақтан связка болып қалады. Міне, рокировка. Мұнда король тұрса, связка болып қалады атпен жесе. Атпен ферзге нападение, ферзь қашты. И ладьяны открытый линияға шығарды. Пешканы енді жеді. Шах. Комбинация. И мына пешканы жейді. Или двойной удар, атты жейді. Өте мықты комбинация жасап отыр ғой мына жерде. Не керек болса. Айттым ғой, Есбол көкеміз ба? Есбол деген кім екен бұл? Өте жақсы ойнайды. Мен жаңа партиясын қарап көріп айтып отқаным сол. Слонға нападение. И ферзьге пешкін бермейді. Защита. Атқа жеді. Ферзьбен жеді. Ферзь кетті. Ферзь ұтып алмаған, просто эндшпильге өткен. Эндшпильде ферзьге шығып кеткен ғой деймін, наверное. И мына жерде мынаны қараңыздар. Пешканы итеруге мына пешка қазір не болып тұр? Мына жерде рентген болып тұр. Сол себепті қашып жатыр, иә, мұнда корольді ренгеннен қашып жатыр. И какой-то момент пешканы алдыға итереді. Берген іштейін уже біледі. Защита. И кетті ладья. Слабый пешка. Как игрокқа негізі берген іштейін. Король мұнда жүрге болмайды. Дұрыс, теориямен жақсы ойнап жатыр. Король алдыға. Контр атака уже. Контр атака. Ладьяны можный поляға кіргізді. Жеді. И мына пешканы жеп кетті. Мынаны жейтін шығар, наверное. Бір пешка проходной болып кетті. Мұнда екі пешка, иә? Шах. Мына пешка, слабый пешка. Айттым ғой, өте жақсы ойнайды мұнда. Кеттік. Берген максимально ұтқысы келіп жатыр. Шах, и былай. Мынаны жеуге болмайды уже ферзьге шығып кетеді. Ладья келді. Пешка кетті. Шах. И пешкаға кетті. Шах. Қорғады и мынаны. Молодец. Ладьяны еншпілді өте жақсы ойнап жатыр. Жеді. Король мына жаққа кететін болса, ладьямен шах алады. Шах. Ладьяны еншпіл. Келесі пешка. Король тағы мына жаққа кететін болса, тағы да шах алу, негізі шах алу керек тағы да. Король кеткен соң барып ладьяны қою керек. Мұнда ладьямен алдын жабады екен ғой. Перекрита дей ма? Мына жерде мынандай момент бар. Берген іштейінге жабады. И корольді мына пешканың артына тығылады. Сөйтіп мынау ферзьге шығатын момент бар. Енді шах беріп кетсе солай кетеді. Жесе корольмен жейді и мына пешканы тоқтата алмайды. Жемей шах қойса, айттым ғой, мына жаққа кетіп қалса, уже мына король жақындағанмен ол ферзьге шығып кетеді. Берген істеге ұтуға возможность болды. Мына пешканы жоқ қойды өйткені. Көрейікші енді қалай болды. Ферзьге шықты.
бергенштейн видеоны көріп жатсаң мынаны мынандай моментте жіберме, келесіде есіңде болсын. И сенде уже сразу ұтуға мүмкіндік бар еді. Кетті, жедік. И ладья мен пешканы жеді. Ох, ох, е-мое. Мына жерде ошибка кеткен сияқты ғой. Анализге кірейікші осы жерден. Именно осы жерден анализге кірейікші. Ыыы, компьютер қандай ход предлагать етеді? Негізі мына ход жақсы емес, бәсе. Компьютер шах қой деп тұр. Мына ход өз связанный байланыста болып алдыға жүретін болса қауіпті ғой. Мен осы жерден қате кеткенін уже сразу түсініп, сол компьютерді специально қосып отырмын. Негізі өзім оқушыларға үйретемін да. Мына пешканы сәл алыстатып алу керек. Ал бірақ бергенштен мына қауіптеніп тұр. Мына алдыға жүріп кететін болса, мына жерге бара алмай қалады да. Содан қауіптеніп тұр. Уже артқа қайтады, пешка келеді. Мында келсе пешка келеді. Уже екі пешка ферге шығып кетеді. Соны ойлаған болу керек, наверное. Но бірақ шах бер деп тұр корольге. Или артынан келуге бола ма? Осы екі вариантпен ойнауға болатын сияқты. Ну, компьютер керек. Бірақ компьютер неше беріп тұр по-любому. Бірақ все равно ары қарай до конца көрейікші. Не болды екен? Ах, шах. Осы жерде емес па? Цепь нотаға түсіп уақыт танытылған. Опытный игрок қой, бәрібір опытпен уақытпен алып кетті. Проигранный. Ана жерде де выигранный позиция болған. Ладьяны пешканың алдына қойып ұтатын. Так, көрейік. Партия алдыңғы қатарларда. Нұрғали ағайлар қазір 16-шы орында келе жатыр екен. Әбеке 12, Батбой, Исмаил аға 13-ші орында келе жатыр екен. Абылай, Тастанбек Абылай, Бақытжанмен ойнап жатыр ма? Оны да ұтыпты. Абылай бүгінгі турнирдің бас қаһарманы болып тұр ғой. Кіммен ничия түскен мұнда? Бейбарыспен ничия түскен. Бейбарыс екеуі. Бейбарыспен Абылай ничия. Бейбарыспен тағы ойнаған ба? Екінші партияда Бейбарыс ұтқан. Біріншісінде ничия болған. Екіншісінде ұтқан. Бір ойыншымен екі рет ойнап жатыр ма? Сонда қалай болып жатыр? Үшінші партияның арт аяғымен ойнаған. Көрдік. Төртінші партия тағы арт аяғымен ойнаған ба? Не қаны өзі? Не болып кетті? Көрейікші енді онда. Келесі ойыншыларды көрейік. Әбеке мен Нұрғали аға ойнап жатыр. О! Этюд қой мынау. Ладья мен пешка. Ничья. Ох, 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 ох. Кәні артқа қайтарайық осы жерде. Ақпен ойнап жатқан Нұрғали. Әбекең қарамен ойнап жатыр. Әбекең шанс бермейтін кісі. Енді мына жерде партияны былай көре салайықшы. Скандинав. Гамбит ойнапты. Аманжол өзі гамбит жаман жақсы ойнайтын и жақсы көреді. И блицтарға осындай ойындарды дайындайды. Всегда. Бір пешка жетіп жасады. Корольдің алдын бұзды. И контр шабуылдарға шығып жатыр. Пешканы беріп қойды мына жерде. Пешканы беріп қойды. Так. Слон, ладья корольдің алдына. Өзі партияда үш пешка лишний. Нұрғали ағада. Жертва өте көп беріп жіберді. Аманжол бүгін қатты настроймен емес, бір қызыққа ойнап жатқан сияқты. Так. Пешка, мына до конца келді ғой мына пешка. Не деген пешка мынау? Шах, жеді, шах, ферзь. И мына жерде опасный еді. Мен ойлаймын мына жерде сразу мынаны жеп, бір ходқа дайындап алып, потом барып жеу керек сияқты. Аманжол көке бірінші жеп алды. Мына пешканы уже қорғап алатын сияқты. Ферзьбен жеді. Ферзьбен жеді. Мына жерде негізі кіріп келу керек еді. Корольда гол мына жаққа айдайтын. Но енді интересный. Осы моментте компьютер не дейді екен? Менің ойыммен совпадение келе ме екен? Ой,
Қане. Так. Дәл осы момент. Компьютерді қосайық. Айттым ғой мен компьютер бақ мынада жетіп тұр ғой. Жаңа мынаны жетеді. Қазір мынаны жетеді. Мынаны жесе не болады? А, бірақ оны таба беру қиын ғой. Мынандай ходты блицті табу деген. Шах. Жеті ходта мат дей ма? Көрейік енді. Қайтарайық. Жеді, жеді ферзьмен. Ладьямен жеп барды. Шах. Жеді. Мына жерде мынандай шах болмай ма? Ладьямен жаба алмайды. Мынаны жейді. Ферзьмен жабады, наверное. Ферзьмен жапса, интересней мына ладьяны жеп, мынаны жесе, и ладьямен екі ладья. Бірақ пешка мына жақта проходной көп болып кетеді. И тағы қандай вариант бар? Мысалға жедік. Ферзь келді. Енді менің ойыныммен компьютердің ойынын қосып көрейікші осы жерде. Компьютер қайт дейді артқа. Жеді. Шах. И связка мына пешканы какой-то момент жеуге дайындалып жатыр. Ах, ах, ах. Хитрый. Уже бір пешка қалды. Теңестіріп қалды даже. Жаңа ойында не қылып отқан еді? Бір пешка ұтылып отыр еді. Үш пешка ұтылып отыр еді. Жоқ, размен. И пешка теңесті осы жерде. Мәссаған. Енді шпильге өтті. Аманжол көке. Так, мына пешка. Контур. Негізі ладьяны мына жүр деп жатқаны, ладьяны артқа өткізіп алу керек деп жатқаны ғой негізі. Соңына шейін барып, и какой-то момент ладьяны жетіп жасайтын ғой. Так, мына жерде мынаны бер дейді. Жесе, корольмен жейді. Бір пешка проходной. Равный көрсетіп тұр. Бәрі осы позицияға келеді ғой. Так, уже рисковать етпейді. Ойында берді. Партияға оралайық. Последний партиялар, походу, иә? Соңғы ойын Бергенстейн бірінші орында қазір, бірақ әлі Абылай біткен жоқ. Ой, Есбол ағамен ойнап отыр Абылай. Бұл партия қызық енді. Есбол аға не подарок. Партияда екеу екі слонда тұр. Интересный момент. Екеу қанша рет ойнаған екен? Абылай 8,5. Есбол деген кісі, Есбол аға ма кім болды енді, бұл кісі 3,5. Общий счет, итоговый счетта турнирларда ойнаған, лишний бір-бірімен кездескен ойындарда. По идее, мына жерде қазір позиция ничейный позиция ғой. А бірақ мынау слабый пешка. Белопольный слон. Слабый пешка бар. Мынаны жеп ала алады. Корольмен келіп қорғайын деп қалды ғой, енді қорғайтын болды ғой. Мына пешкалардың бәрін аққа өткізу керек. Бірақ мына жақта пешка тағы слабый. Қызық. Пешка слабый. Қояды. Жейді. Жейді. И мұнда қояды, корольмен қорғайды. Болмайды. Жемеу керек. Сразу қою керек. Корольмен мұнда қояды. Корольмен қорғайды. Болмайды. Жемеу керек. Сразу қою керек. Корольмен мұнда қояды. Корольмен қорғайды. Болмайды. Жемеу керек. Сразу қою керек. Корольмен мұнда қояды. Корольмен қорғайды. Болмайды. Жемеу керек. Сразу қою керек.
дұрыс. Мына пешка мында қойбаса, сосын слонды мында қойса, и мына жерден слабый пешкаға нападение жасайды. А былай игрок қой, ол жерге шанс бермейді ғой, мынаны мындай жібермейді ғой. Мына пешкалардың бәрі ақта тұр. Ал мына жақта қарада тұр. Слон ақта, слон қарада. Қызық ойын болып жатыр, е? Екінші жақта слабый пешкаларға нападение жасайын деп жатыр. Тарс, тарс. Негізі осы жерде былай ойнаған дұрыс па деп қоямыз, иә. Мынау келеді да, мына пешканы жейді да. Мына пешканы жүре алмайтын ретінде ше. Мына пешка слабый енді. Бірақ абылай мынаған нападение жасайды. Мынаған. Жеді, жеді. Так. Шах. Болмайды келуге. Былай шах қояды, мынаны жейді. Жақсы ойнайды ғой негізі. Исболаға да жақсы ойнайды. Бұл ойында қазір цейтноттан ұтып кетуі мүмкін. Абылай уақыт көп екен. Исбол ерген уақыты секундта тұр. Цейтнотта тұр. Ай, ұтылады енді. Мынау 3 связанный пешка. Мына пешканы пешка ауыстырып берсе болды уже. 3 пешка, 1 слон. Отты ғой. Абылай бұндай жерде бүйтіп мыжып қысып позицияны сөйтіп алатын жігіт қой негізі. Міне, контроль специальный. Корольді ақпен жүргізеді. Өйткені слон қарада. Теорияның бәрін біледі Абылай. Пешкаларды аққа қойып қойды. Слон жей алмайтындай. Шах еді. Мұнда шах алады. Корольді аққа келеді. Потихоньку, потихоньку. Шах. Король мұнда. Бірақ ол полион мұнда. Мынамен шах қояды ғой. Шах қояды и ферзьге шығады. Красавчик Абылай уже теорияны біледі. Шатаспайды ғой. Блиц болса да шатаспайды. Так, бірінші орында Байди Абылай. Турнир неше тур болып жатыр мына жерде? 8,5 ұпай. Бергаға 7 ұпаймен 3-ші орында келе жатыр. Бергенстен 8 очкомен 2-ші орында келе жатыр. Бергаға осы Бергенстейнмен Абылайдан ұтылмаса қалған барлығын ұтып фавориттердің номер 1 қатарында келе жатыр. Мына жақта Исмаил аға мен Аманжол көкем партиясы. Не болды, кім ұтты? Көрмей қалдым. Исмаил аға ұтып кетті ма? Уақыт ұтып қалды ма? Уақыт ұтып қалды ғой деймін. Көрейікші. Аманжол көке ақпен ойнаған екен. Ерте ойнайды Аманжол көке. Мына жерде шотландка. Гамбит. Постоянно Аманжол көке гамбит ойнайды. Интересный ойындар, бір қызық ойын ойнайды ғой негізі Аманжол көке. Кейде ұтылып қалады, кейде ұтып кетеді. Кейде бір жертвалар өтіп кетеді. Пайда іске асып кетеді, кейде іске аспай қалады. Размен. Қазір Аманжол көке пешкалардың бәрін итереді қазір. Ох ты. Мына пешканы алдыға итереді деп ойламадым. Жауып тастады ғой өзінің атака. Аманжол көке өзінің атака жасайтын поляларын жауып тастады негізі. Компьютер қалай предлагать етіп тұр, атты шығар дейін ма? Плюс 1 беріп тұрған негізі. Жапты. Кетті. Атака корольдің алдында бір пешка қалдырмайды ғой Аманжол көке. Король бұрышқа тығып тастайды да бәрімен атака жасайды. Осындай бір стиль, бір қайықтан ырзамын осы. Не деген атака мынау? Мәссаған. Сұмдық әне.
Кетті. Еще әліп плюс 2 беріп тұр. Корольді алдыға. Равный. Мына жерде былай кетуге болады екен, е? Ферзь тауық болады екен мына жесе. А жесе ферзь толмайды. Атпенен қорғайды да. И жесткий атака кетеді ғой. Мәссаған. Мына керемет қой мынау. Мынаны жесе ферзь ұсталады екен ғой. Ешқайда қашамайды екен ғой. Аманжол енді бұл жерде оны көрмей қалған по идее. Нападение ферзьге. Осы жерде сәл анау хоттарға неған сияқты ғой. Так, размен ақтарға выгодно деп тұр. Неге ақтарға выгодно? Көрейік. Жесе. Ол жесе шах. Ферзьбен же дейді. И атпен жесе былай ал дейді. Потом пешканы алдыға итерсе. Ферзьге кет дейді. Король мында келеді, иә. Шах. Король мында кетеді. Опасный үш фигура. Мәссаған. Плюс 6 беріп жатыр. 5 ферзь и компьютер плюс 6 беріп жатыр. Қандай комбинация? Ферзь мынаны жесе ше. Сразу мына жаққа кетсе ферзьге шығамыз. Шах, шах и ферзьге шығады. Мына жаққа кетсе уже ферзь тұтып аласың, а? По идее. Так. Екі ладья батарея болып кетті ана жерде. Екі ладья батарея болды да минус беріп жүреді ғой. Так. Минус. Қайтадан плюс беріп жатыр. Мәссаған же дейді слонда. Мына пешка қараңдар. Ферзьге шығуға мүмкіндік бар. И потому что оған жолына кедергі болып отқан фигуралардың көзін құрт дейді да максимальный. Же дейді, жеді. И кетті. Король келді. Ё-моё, атты жертва жаса дейді. Базар жоқ. Не үшін? Шах, открытый шах. Ферзь ұтады. Мәссаған. Аманжол көрмей қалды мынаны. Явно көрмей қалды. Ох, 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 ох. Ферзь беріп қойыпты. Болды, я уже. Қандай күшті партия, көрмей қалды. Так, бізде не болып жатыр? Алдыңғы қатарларда әлі ойнап жатыр. Исмайылмен ойнап жатыр. Исмайыл ағамен Абылай ойнап жатыр. Ох, 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 ох. Керемет ойын ғой бұл қазір. Сосын тағы екінші ойын. Үшінші ойын Нартай ағамен жаңа бір ойнаған сияқты еді бұл кісілер. Партия бүйтіп қарай салайықшы. Так, бір пешка артық. Опасный пешка. Ферзьге ферзь размен жасайтын болса да. Размен жасамай. Мынаны қараңыздаршы. Мына ладья мына жаққа кете алмайды. Мынаған уже байланып тұр. Связка. Какой-то момент матовая атака. Мынаны итере салса да уже мынадан кіріп келеді да. И потом мынадан алады. Берік аға. Сильный ойнап жатыр походу. Мынаны жесе итереді. Жейді, жейді. Жоқ, мынаны жейді бірінші. Потом жесе ферзь. Не деген тактика, иә? Мынаны жесе ладьямен жейді бірінші. Нартаяға да защитаны жақсы ойнайды, иә? Қорғап жатыр. Может итереді. Айттым ғой ол үшін итереді. Мұнда пешкамен жесе
Шах корольмен жесе и ферзьмен жейді. И бір ходта. И даже менде бірінші шахпен алады. Король қашса ладьяны жейді. Лишний фигура. Лишний фигура. Болды, ұтылды. Базар жоқ Берік аға. Красавчик. Машина ғой Берік аға. Жақсы ойнайды ғой. Абылай отты. Абылай уже лишний фигураға ұтып алған сияқты ғой. Исмаил аға шотландка ұрыпты. Исмаил аға да осындай кезде гамбит ойнап кететіні бар да. Кеттік. Слонға слон размен. И келесі слон лишний бір пешка ұтылып тұр. На король до конца осы жерден маталған ғой, походу. Осы жерден қозғалмаған, мына екі пешка да қозғалмаған. Ат мүлде мақсаты бар бұл жерде, ол фигура ойнамаса. Енді кіріп келді. Но бірақ уже кетті ғой мынау. Атты енді ойнатты да кіріп кетті уже. Жеді, жеді. Е-мое, вилкаға түсті. Жүрсе не болады? Неге салса артқа қарай. Потом. Мынаны құтқарамасын да не болады сонда? Компьютер не дейді сонда? Мынаны бүйтіп жей салды ал. Слонды сақтап қал деп тұр ғой сонда, иә. Артқа қайтты, жеді. Длинный рокировкаға қашып кетті. Білет, Абылай мына жаққа қауіпті екенін, иә. Так. Лишний фигура уже ары қарай Абылай фигураның бәрін размен жасай береді. Оңай ұту үшін. Бүкіл фигураны разменге көшіреді. Конечно, шанс бермейді. О, интересный. Мынаны беріп, мынаны слонды ладьямен жегісі келген екен ғой. Так, ферзьге нападение. Пешканы итерсе не болады? Пешканы итерсе не болады? Тарс. Ладьямен жейді бірақ. Так, пешканы итерсе не болады? Қызық. Көрейікші. Еш нәрсе болмайды деп тұр, качество атады примерно. Качество болғанда енді бір фигура атып тұр ғой итакта. Бірақ Абылай слон жіпті. Уже размен жасай береді ғой, уже түсінікті. Слон жемеді. Связка. И қашты. Бірақ қашқанмен құтылмайды. Уже қарапайым тактика ғой ары қарай, иә. Так. Абылай батбоймен ойнап жатыр. Бергенстейн бейбарыспен ойнап жатыр. Осы екеуі екі жас Шардара мен Жетісай, иә. Көрейікші мына жерде не болып жатыр. Партия. Бүйтейікші, бұлар әлі 2 минут дебюттан енді шығып енді кірісіп жатыр ғой. Бейбарыс ақпен ойнап жатыр. Лондонский система ойнайды бейбарыс. Ол бізге түсінікті. Ол өзінің стилінде как слонды шығарып алады, атты шығарады. Королевский жақтағы осы үшеуін шығарып алады бірінші бейбарыс. Потом бар рокировка и сосын келесі. Аттың маневрі мына жаққа шығады. Какой-то момент или пешканы итереді, болмаса атпенен мұнда кете ма, әйтеуір бір сондай бір ходтар ойнайды. Оған Бергенштейн үйреніп алған. Как Гросстарға қарсы ойнайтын дебют. Гросстармен де осы дебютпен ничья ұстап отыруға болады. Мен осы дебют жақсы көрем. Итереді. Ферзь мұнда или ферзь мұнда. Мына жерде бейбарыста лишний пешка болып қалды ма? Так, мына пешканы итермей тұрып, негізі бейбарыс. Мынаны былай жүріп алу керек еді негізі. Мынаны жеп Бергенштейн. Потом барып жүрген дұрыс сияқты. Потому что мына жерде пешка болса, онда уже другой әңгіме. Жейт.
и мына ат пенен пешканы жейді да, ол атты жесе и қайтадан мына слон жол ашылады да қайтадан мында ұтып алады. Сондай староиндийский защитада қолданылатын теория бар. Кетті, жеді, жеді, и атпен слонды жеді, и слонды артқа қайтты. Мынаны жеу керек еді, мына ат бәрібір тупой болып тұр, слон жеп тастау керек, мынау опасный слон ғой мында. Ферзге ферзь размен, атқа нападение, жеді, жеді. Слонға слон размен, и атқа нападение. Неге мынаны жемедің? Бейбарс, жесең, жейт, и шах аласың ғой. Еще тағы бір пешка артық болады. Потом барып атты шығара беретін. Так, екі ладья батарея, обжорный рядқа өтіп кетті. Бейбарс кірді ферзбен. Пешка алдыға. Так, қандай идея бар бейбарста? Разменге қоя алмайды, линияға шыға алмай тұр. Пешканы итеруі мүмкін алды қарай. Тағы не бар? Пока бір жақсы бір идеялар көріп тұрған жоқпын. Бұзды бейбарс та қорықпайды ғой. Перерет қой бейбарсқа да. Размен жей береді бейбарс оны. Пешка артық қой. Мына жерде интересіне. Жесе жейді. Пешканы итеріп кетсе, екі ладья бар. Слон опасный тұр екен ғой. Пешкаға нападение. Так. Мына жерде бейбарс ойланып жатыр. Бұл пешка қала берсе қауіпті. Жесе. Наверное, негіз мына пешканы көз ұрғып сақтау керек бейбарсқа. Жесе. Жейт, и алдыға итереді, мына пешкаға өтіп кетеді. Разменге бара алмайды, потому что мына жақта диагональды слон бар. Слон өте мощный слон ғой, осы ана Бергенстен ойнап жатқан дебют бар ғой. Именно осы екі пешканы жүріп, мына пешканы жүріп, слонды шығарып, потом асықпай аккуратно центрді бұзатын дебютта осы слон өте мощный слон болады. Бейбарс жеді. Потом жесе, мына пешканы қорғай алмайды. Ай, мына пешка кетіп қалды бейбарс. Не істейсің енді оны? Ладья, екінші ладьяға размен жасайсың ба? Мынаны жейді, и мына пешкаға тағы да кетеді. Мына пешкаға тағы кетеді қазір. Екінші ладьяны келді ма? Мына пешка белыйда тұр екен ғой, мына черныйда екен. Оған нападение жасау үшін мына былай келу керек екен да, походу. Ох, Бергенштейн пешканы қорғады. Так. Бейбарс. Пешка кетті. Артық пешканы пайдаланып жатыр бейбарс. Вот. Аттармен жақсы ойнайды бейбарс. Какой-то момент. Ладьямен мұнда келмедің бе бейбарс? Мощный полеға келмедің бе ладьямен? Слон мұнда келе алмайтын еді. Сонда сен мұнда лақтырасың да мына пешкаға, и потом ладьяны артына қойып мына пешканы жейдің. Эндшпиль. Слабый пешка. Король қорғады, шах. Интересный. Шах қойса, король мұнда келсе, шах қойса, слонмен жаба алмайды. Король мұнда кіріп кетеді. Мынау қазір жақсы тұр. Шах қойып, потом корольді қойғанда болатын еді. Шах қояды, король мұнда келеді, и корольді қояды потом. Бірақ болмайтын сияқты. Толық есептеу керек, енді әрине бір блиц қой, бұл жерде отыра алмайсың бүйтіп. Так.
Лишний проходной пешка жасап алды бейбарыс. Шах. Шах, шах, шах. Ага. Ох. Шах. Шах. Жоқ. Мынаны жеп кетеді. Ей, тастап кеттің ғой. Мынаны жейді екен ғой. Бейбарыста бәрі есеп қой. Мына пешка нападение. Шах. Ох ты. Мынау кетті ғой. Ох, бергеншідей мұнда қоймадың ба? Лишний фигура болып қалды ғой. Бейбарыс ұтты. Анализ. Именно мына жерде король мұнда жүре ма? Көрейікші. Именно король мұнда. Міне бәсе мен айттым. Бергеншідей мұнда келу керек еді корольді. Потому что король мынаған нападение, а мынау шах, а мынау конға нападение. Енді по-любому солай болып тұрғандықтан да. Бейбарыс потихоньку лишний пешканы пайдаланды. Эндшпильден жақсы бейбарыс анау неге кішкентайынан шахматный школаға барып эндшпильді жақсы ойнаған. Базовый фундамент бар эндшпильге. Бір жақсы дебюттар қойса бейбарыс шығады. Бірінші орын Абылай Тастанбек. Бергенстейн екінші орында 9 очко. Бергаға 9 очкомен үшінші орында тұр. Бұл жерде лишний ойында Бергаға Бергенстейннен ұтылған байди. Ага. Сол себепті коэффициенті де 48-де 5. 48 болып тұр. Бергенстейн сол себепті екінші орынға шығып тұр. Бейбарыс басында ұтылып артта келіп, арттан қуып жетіп алды. Мұнда 6,5 очкоға шығып кетті. Красавчик Бейбарыс 4-ші орынға шығып кетті. Есбол Ерген 2023 5-ші орында. Бақытжан 6-ші орынға шығыпты. Нартаяға коэффициенті чуть-чуть төмен болып қапты. 5,5. 5,5-нан неше адам бар? Болат ағайда бар. Исмаил ағада 5,5. Ары қарай 5 очколар. Әбекең ойындары негіз қызық. Бүгін деген бір гамбиттің түрлі гамбиттермен ойнады. Құрметті бауырлар, достар, бұл жерде жүлде қорлары есептелді. 62 мыңдай ма шыққан примерно. Мен әлі тағы да қазір қарап көрім. Сосын бұл жерде қазір орындарға бөлінеді. Әрине жүлдеге ілінген 50% ойыншыларға жүлде беріледі. Турнирге 18 адам қатысса, 18-дің 9-ы жүлде алады. Соларға сол ақша теңдей бөлінеді. Ал онда осындай талқылаулар қызық болса, құрметті достар, каналымызға подписка жасап тіркеліңіздер. Келесі видео сабақтарда осы сияқты біздің турнирларды, Түркістан аренасында өтіп жатқан турнир ғой, осындай турнирларды талқылап, өйстіп ютубқа салатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, бірге дамиық, қазақ тілі контентін қолдайық. Әрине бұндай орыстарда комментаторлар көп, ағылшындарда комментаторлар көп, қазақтарда жоқ. Біз бастап жатырмыз. Қолдау білдіріңіздер. Сіздер әрқашан қолдап отырсаңыздар, біз де дами береміз. Мен қазір деңгейім кандидат мастер спорта, но дайындық жасап жатырмын. Тағы да уровень өзімде де дайындалып жатырмын. Комментатор болу арқылы мен де өзімді көтерілемін. Және сіздердің ойындарыңызға қарап отырып, кейбір жерлерге плюс өзімнің ойымды қоса кетемін. Кеттік. Келесі сабақтарда жолыққанша, достар, сау болыңыздар. Міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Қателіктер еткен болса,